сәлеметсіздер ме? Мынау менің жиен немере қызым Равилева Амина. Менің қызым нөмірі 38-ші Қуаныш Бөбекжай балабақшасына барады. Ал мен Аминаның нағашы әжесі боламын. Амина, мынау не? Ол ешіл. Нағашы? Ол қуыршақтар. Бұл қуыршақтар, ұлттық киімдегі қуыршақтар. Ұнады ма саған? Е. Қызым, бұл қуыршақтар наурыз тойын тойлауда. Әже, наурыз той деген не? Қызым, наурыз жыл басы, көктем мен жаңарудың мерекесі. Наурыз тойын Қазақстан халқының ең сүйікті, ауқымды мерекелерінің бірі. Наурыз тойының ерекшелігі наурыз айы алғыс айы, наурыз айы қамқорлық айы, наурыз айы кешірім айы. Наурызды ізгі тілекпен, ізетті қамқорлықпен қарсы алу керек. Бүгін мен саған қызым, мынау ұлттық киімдегі қуыршақтар сияқты қағаз салфеткада қуыршақ жасауды үйретемін. Жарайды ма? Жарайды. Міне қарайлы, бірінші мен саған көрсетейін, сен одан кейін менімен бірлесіп жасайсың. Жарай ма? Қарайлы. Міне мынау қағазды былай бүктейміз. Міне былай кезектесіп екі жағынан бүйтіп міне екі жағын аударып бүктейміз. Содан кейін ортасынан екі жағын тең-тең былай бүктейміз. Кәне енді сенің бүктей ғой. Бүктейміз, иә. Содан кейін қызым, оны ортасынан бүктейміз, екі ұшын бірдей қыл. Енді мынаны ұстай ғой. Ортасынан екі шетінен ұстап тұр. Мынаны ұстап тұра ғой. Мынаны ортасынан байлаймын жіппен. Болды. Енді қағазбен қағазбен міне бүйтіп қырқып шығасын. Мына жіптің артығын қырқып тастайық. Міне жіптің артығын қырқып тастаймыз. Енді мына ұшын бүйтіп айналдырып домалақтап қырқып шығамыз. Сен де қырқа ғой мына ұшын. Былай етіп ұста. Былай ұста. Үшін қырқып шыға ғой. Еңкейіп ортаға, мынақа еңкейіп. Қырқа бер.